Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біздің күн тәртібімізде пайдалы лайфхак. Сірке суын пайдаланып, жасылдарды бактериядан қалай тазартуға болады? Ас үйдегі гигиена қауіпсіздік пен денсаулықтың кепілі болып табылады. Бұл тамақ пісірер алдында қолды жуу ғана емес, тағамды дұрыс өңдеуге де қатысты. Біз сізге жасыл жапырақтарды қалай дұрыс жуу керектігін және мұны істеу керек пе екенін айтамыз. Жазғы тұрғындар мен бағбандардың көпшілігі сенімді, ең дәмді жидектер біз бұтақтан жейтін жемістер, ал бұтадан түсетін жемістер жасыл. Бұның мағынасы бар. Жаңадан алынған өсімдіктерді витаминдер мен микроэлементтер көп. Бірақ бұл гигиенаны елеусіз қалдыру керек дегенді білдірмейді. Егер сіз оларды бақшаңызда өсіріп, немесе базарда, дүкенде сатып алмасаңыз да, жасыл жапырақтарды жуу керек. Өңдеу үшін және кішкентай жапырақтарды шаңнан, кірден, кішкентай жүнжіктерден, құмырсқалар мен өрмекшілерден тазарту үшін қажет. Жасыл жапырақтарды қалай дұрыс жуу керек? Жасыл жапырақтарды тазалау және өңдеудің бірнеше негізгі ережелері бар. Алдымен өсімдіктерді жақсы сұрыптап, тазалап, сарғайған жапырақтар мен гүл шоғырларды алып тастау керек. Қажет болса, тамырларын да алып тастауға болады. Екінші ережесі, жапырақтардың арасында тығылып қалуы мүмкін кез келген жүнжіктерден құтылу үшін жасыл жапырақтарды салқын суға, яблочный уксус құйып, 15 минутқа салып қойыңыз. Одан кейін жасыл жапырақтарды ағынды судың астында тез шайып алу керек. Жасыл жапырақтарды химиялық заттармен, тазалау ерітінділермен немесе сабынмен жууға болмайды. Бұл заттарды өсімдіктерден толығымен жууға болмайды. Яғни олар тағамға түсіп, аллергиялық реакциялар немесе улану тудыруы мүмкін. Бұл әдіс сіздің күнделікті өміріңізде пайдалы болады деген үміттемін. Егер сізде өнімдерге күтім жасаудың жеке амалдарыңыз болса, оларды комментарияда бөлісе отырыңыз. Мен міндетті түрде оқимын. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Келесі жаңа видеоларда кездескенше сау болыңыздар.